Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет мампар тағамын бірге дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар және видеомды толықтай қарап, өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Ең алдымен қажетті заттарымызды көрсетейін. Картоп, речка, сәбіз, сарымсақ, пияз, ет. Барлығын майдалап, көбіктап, турап алдым. Ең алдымен қазанымызды отымызға қойып, майымызды құйып, қызған соң етімізді салып қуырып аламыз. Суы тартылған соң үстінен пиязымызды салатын боламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Қатырылған помидорымызды, тәтті бұрышымызды салып аламыз оның үстінен. Сәбіздерімізді салып аламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Томат пастасын қосамыз. Әртүрлі дәмдеуіштер қосамыз. Паприка, аскөк, тұз, қара бұрыш қостым мен. Және енді речкамызды қосамыз енді. Картопымызды қосамыз. Енді үстінен суымызды құятын боламыз. Суымызды сорпаға құйғандай етіп құйып аламыз. Міне қатты қайнап шықты. Астын басып, қақпағын жауып, 40 минуттай қайнатамыз. Тұзын көріп, кем болса тағы да тұзын салатын боламыз. Енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқамызды жарып алдым. Және салқын суға 1 шай қасық толтырып тұзымызды салып, жақсылап араластырып алдым. Үстінен ұнымызды електен өткізіп, қаттылау етіп қамыр илейміз. Қамырымызды пакетке салып, енді демалдырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, ұн себе отырып, осылай жайып алатын боламыз. Қамырларымыз кішкене қалыңдау етіп жайып аласыздар. Осылай ұзынша етіп кесіп шығасыздар. Пышақпен кесе берсеңіздер де болады. Содан соң әрбір лентамызды алып, осылай 4 бұрышты етіп кесіп шығатын боламыз. Енді қайнап жатқан сорпамыздың үстінен кесіп дайындап алған қамырларымызды салып шығамыз. Бір қозғап, қақпағын жауып қоямыз. Астын кішкене көтеріп қоямыз отымыздың. Қатты бір қайнап шығуы керек. Қатты қайнап шыққан соң, отты кішкене пәсейтіп, тағы да бір араластырып, қақпағын жауып, 10 минуттай қайнатамыз. Арада уақыт өткенде тамағымыз пісіп шығады, дәл осындай болып. Үстінен аскөгімізді сүйіп шықтым. Өте дәмді керемет тағамдардың бірі. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.